Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сүйіспеншілік, шынайы сезім. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттар бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Шәмшінің ақмаңдайлы мәні 20 ғасырдың төбесінен тамшылап тұрған лирика. Мұхтар Әуезов. Қазақ өнерін білгісі келетіндер Қастеевтің суреттерін, Қалдаяқовтың әндерін зерттеулер керек. Ғабит Мүсірепов. Шәмші қазақ өнерін үлкен жаңалық және ұлттық бояуы қаны өлмейтін туындылар олжалаған аса дарынды сазгер екендігін дәлелдеген өнерпаз. Ол оны қазақ вальсінің королі деп құрметтеп, орынды мақтан етеді. Қасым Қайсенов. Не істесек те бір-бірімізге адал болдық. Ол інілік жолын білетін. Мен ағалық жолымды сақтадым. Менің әндеріме ғашық еді. Мен оның вальстеріне іңкәр көңілімді айтып жеткізе алмайтынмын. Шәмшідей таңғажайып вальс тудыра алмай, 70-тен асып барамын. Маңдайға жазғаннан асқан ештеңе жоқ. Барына шүкір. Нұрғиса Тілендиев. Шәмші Қалдаяқов асқан дарын еседі. Шәмшінің бауырмалдылығы, шектен тыс қарапайымдылығы, биязылығы, барға қанағат ететін тоқмейілділігі оны өзгелерден биік етіп көрсететін. Өзбекәлі Жәнібеков. Ақиқатына келгенде, Шәмшінің Тәңір жаратқан таланты асқақ, әсем әндері қай атақ, қандай сыйлықтардан да жоғары. Әсет Бейсеуов. Шежіресін мол шерлі дала Шәмші әндерімен қашанда шуақтанады. Оның әні де, ыстық рухы да бізбен бірге, халқымыз барда Шәмшінің әндерінде мәңгі болып қала береді. Мыңжасар Маңғытаев. Айналып өтуіміз мүлде қисынсыз бір шындық бар. Шәмшінің сол кездегі халық арасындағы беделі мүлде таңғаларлық дәрежеде болатын. Қазіргідей қаптаған телеарналардың, сән салалы ғаламторлардың жоқ кезі. Ал жақын ауылдарда, колхоз-совхоздарда, қалаларда өтетін қуанышты жиын тойлардың, мерекелердің бәрінде қазақтардың шамамен 90-95% тек Шәмшінің әндерін шырқайтын. Туған ұлтының мұншалықты деңгейде шексіз сүйіспеншілігіне бөленген Шәмшіден өзге сазгер әлі күнге дейін қазақ топырағында болған емес. Мұхтар Шаханов. Енді айтылым тапсырмасына кезек берейік. Бейнежазбаны тыңдай отырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Шәмші Қалдаяқовқа деген сүйіспеншіліктердің бәріне ортақ ой қайсы? Пікір айтушылар кімдер? Сұрақтарға жауап берсеңіздер, енді жазылым тапсырмасын орындайық. Шәмші ел аузына тақырыбына кластер құрастырыңыз.